Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай кафедегідей болып шығатын көру лагман жасайтын боламыз. Алды менен қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Етімізді осындай жұқалықта тураймыз. Етімізді жақсылап қуырып, пиязымыз бен тұзымызды қосып, 30-40 минутқа бұқтырып аламыз. Етіміз дайын болғанша көкөністерімізді турап, дайындап қоямыз. Дайын болып қалған етіміздің үстіне ірілеп туралған көкөністерімізді қосамыз. Менде пекин 40 қабаты, қияр, қызыл сары болгар бұрышы болды. Енді соя тұздығын, су, сарымсақ және лагманға арналған дәмдеуішті қосып, 5 минутқа бұқтырып аламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Лагманымыздың қамырын, созу тәсілін өткен видеомнан көре аласыздар. Міне біздің көру лагманымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Достар, рецептерім ұнап жатса, сіздері жасап көріңіздер. Сосын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.